Алдымен назарларыңызға ресми апта айдарын ұсынамыз. Еліміздің түлектері үшін алда үлкен сынақ тұр. Аппарат кеңесі барысында сөз алған облыстық білім басқармасының бастығы Марат Ыбыраевтың айтуынша, жыл сайын оқушылардың білім сапасы артып келеді. Орташа ұпай көрсеткіші жоғарылауда. Үздік аттестатпен алтын белгісін ақтаған түлектер қатарда көбеюде. 2010 жылы 89 оқушы алтын белгі алған. Өткен жылы 116 шәкірт өзінің білімділігін дәлелдеді. Ал биыл алтын белгіден үміткерлер саны 252 болса, 54 түлек үздік аттестаттан дәмелі. Биылғы оқу жылында 5592 оқушы 11 сынып бітірсе, солардың тек 4411-і ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуға өтініш берген. Жоғары оқу орындарына түсу үшін келесі ұпай мөлшерін жинау қажет. Ұлттық университеттерге оқуға түсу үшін түлектерге кем дегенде 70 балл жинау талап етіліп отыр. Ал басқа жоғарғы оқу орындарына қабылдану үшін ұлттық бірыңғай тестілеуде жинаған ұпайы 50 балдан кем болмауы шарт. Облыс әкімі Қайрат Қожамжаров ұлттық бірыңғай тестілеуді ұйымдастыру кезінде барлық жағдай ескеріліп, 11 сынып оқушыларының алаңсыз емтихан тапсырып шығуына мүмкіндік жасалуы тиіс деді. Түлектердің осы жауапты күні алыс аймақтардан қатынай алу үшін 200-ге жуық автобус жұмылдырылмақ. Мектеп түлектерінің білім деңгейін байқататын, болашақ мамандықтарын анықтайтын ұлттық бірыңғай тестілеу барысында қателікке жол берілмеуі тиіс. Түсінбестік туындамау үшін комиссия жұмыс істеп, бөлмелер бейнебақылау және ұялы байланысты өшіру жабдықтарымен жарақталмақ. Аппарат кеңесі барысында шағын және орта бизнесті дамытуға кедергі келтіріп отырған жайттарда сөз болды. Мәселен, бірқатар мемлекеттік мекемелер кәсіпкерлердің жұмысын негізсіз жиі тексеретін көрінеді. Пара талап ету деректері де аз емес. Облыстық экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің бастығы Мақсұт Нәлібаевтың айтуынша, осындай оқиғаларға жол бермеу үшін кәсіпкерлердің қаржы полициясымен бірлесе жұмыс істегені дұрыс. Яғни, негізсіз тексеріс жүргізушілер мен пара талап етушілердің ісін әшкерелеу керек. Күн тәртібіндегі негізгі мәселелердің бірі Көкшетау қаласындағы орталық базарды жөндеуден өткізу жайы үкімет қаулысымен бекітілген. Қазақстан Республикасының 2010-2014 жылдарға арналған сауда-саттықты дамыту бағдарламасына сәйкес сауда орындары заман талабына сай сатылай күрделі жөндеуден өткізілетін болады. Бұл бағдарламаны жүзеге асыру және халыққа қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатымен орталық базар аумағы абаттандырылып, сауда-саттық орындары жөндеуден өткізіледі. Жаңа сауда орындары 4,5 мың шаршы метр аймаққа салынатын болады. Көкшетау қаласының әкімі әлеуметтік базардың жалпы көрінісін сипаттап өтті. Облыс басшысы болса, оның әр бөлігінің жоспарын әзірлеп, жүзеге асуын қатаң бақылауда ұстау керектігіне назар аудартты. Сіздің айтып тұрғаныңыз жалпы көрініс қана, бұл жеткіліксіз. Әрбіріміз ондағы жағдаймен толық танысуымыз қажет. Тұтынушыларға сапалы қызмет көрсету және оларға ыңғайлы жағдай жасау үшін жұмыс атқарылу керек. Қоғамдық пікірмен санасқан жөн. Облыс әкімі істің сапалы жүргізілуін талап етті. Сонымен қатар, мердігерлерге жүктелетін жұмыстың толыққанды орындалуын қатаң бақылауда ұстау керек екенін ескертті. Құрылыс жұмыстары аяқталғанша сатушылардың кәсібін тоқтатпау мақсатымен оларға шайба базарына және басқа да жерлерден орын берілмек. Әлеуметтік базарды қалыпқа келтіру жұмысы ағымдағы жылдың қазан айында тәмамдалмақ. Кеңес барысында Көкше Қамқор коммуналдық базарына жапсарлас орын салынатыны туралы айтылды. Бурабай ауданына жаңа әкім тағайындалды. Осыған дейін бұл лауазымда болған Владимир Балахонцев қызметінен өз еркімен босатылды. Бурабай аудандық мәслихатының кезектен тыс сессиясында халық қалаулылары аудан әкімі қызметіне ұсынылып отырған Әліби Ғазиздің кандидатурасын бірауыздан қолдады. Әліби Ғазиз Көкшетау өңірінің тумасы, еңбек жолын 1978 жылы Бұлақ кеңшарында жұмысшы болып бастаған. Кейін мал дәрігері болып жұмыс істейді. Темір жол саласында да еңбек еткен. Кеден, қаржы және әділет салаларында басшылық қызметте болған. Аудан әкімі лауазымына дейін Бурабай мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің директоры қызметін атқарып келді. Аудандық мәслихат депутаттарының қолдауына ие болған әкім ел игілігі үшін еңбек етем деп уәде берді. Сеніміңізді ақтауға бойымдағы бар күш-жігерімді аянбай жұмсауға мен сөзімді беремін. Алдымызда тұрған үлкен шаруашылықты елдің тұрмыстық жағдайына барлығына да осы аянбай еңбек етуге мен сөзімді беремін.
Бурабай ауданының еліміз үшін орны орасан. Елбасы өз жолдауында Щучье-Бурабай курортты аймағын дамытуға баса назар аудару керектігін айтқан болатын. Сессияда сөз алған облыс әкімі Қайрат Қожамжаров Бурабай ауданын қарышты өркендетудің, инфрақұрылымын жетілдірудің маңыздылығына тоқталып, аудан әкіміне жаңа міндеттер жүктеді. Әрине, алда тұрған мақсат өте көп, биік. Әрбір тапсырма елбасының бақылауында. Сол себепті сіздің жұмысыңыз әрине оңай болмайды. Мен ойлаймын, бұл өте жоғары жауапкершілік. Сессия барысында депутаттар мен ардагерлер кеңесінің өкілдері де сөз алды. Жиналғандар ауданның әл-ауқатын жұмыла көтеріп, елбасының тапсырмасын орындау үшін бар күш-жігерімізді жұмсаймыз деді. Достық Талғатұлы, Айбек Данияров, Апта.